Баршаңызға сәлем. Бүгін жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым бауырсақ дайындайтын боламын. Бұл бауырсақтың рецебі өте оңай әрі дәмі деген өте керемет болып шығады. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен 80 грамм жылы суға 15 грамм дрожжымызды, яғни ашытқымызды және де бір ас қасық шекерімізді салып, жақсылап үшеуін араластырып аламыз. Содан соң бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Ашытқымыз процеске түсіп ісінеді, яғни көтеріледі. Мінекей, біздің ашытқымыз көтерілді. Содан соң үстіне сүтіміз жылы болуы қажет. Және де суымызды, менің суым кішкене ақ болған себебі сүт құйылған ыдыспен құйдым, сондықтан ақ болып тұр. Үстіне шекерімізді, яғни қантымызды, тұзымызды саламыз. Және де майонезімізді салып, және сұйық майымызды, яғни өсімдік майын құямыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Қамырымызды жақсылап илейміз, арасында ұн қалып қоймасын. Мінекей, қамырымызды илеп болдық, енді бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз 1 сағатта өте жақсы ашиды, яғни көтеріледі. Біздің қамырымыз ашыды, яғни көтерілді. Енді қамырымызды шетін кішкене жинап аламыз осылай. Әркім өз қалауы, мен осылай шетін кішкене жинап аламын. Сонда өзіңме ыңғайлы болады. Өз ыңғайларыңызға қарай жасайсыздар. Енді кішкене ұнымызды сеуіп, осы ұнымыздың үстіне қамырымызды ыдысынан түсіріп аламыз. Қамырымызды өз ыңғайымызға қарай кішкене сопақтау пішінде етіп аламыз. Қамыр жабысқақ болып келеді кішкене, сондықтан қолдарыңызды ұнға малып алыңыздар. Осылай сопақ пішінді жасап, өз ыңғайыңызға қарай 2-ге, 3-ге, не болмаса 4-ге бөліп алсаңыздар болады. Мен осылай 3 бөлікке бөліп алдым. Енді қамырымызды азғантай ұн себу арқылы жайып алатын боламыз.
Бауырсақтың рецебі өте көп, әр адам әрқалай жасайды, иә. Негізі бұрын үйде не бар, сонымен жасай беретін едім, бірақ қазіргі таңда осы рецепке тоқталдым. Осы рецепт бойынша жасаймын, өте жұмсақ, дәмі де керемет болып шығады. Қамырымызды тым жұқа, тым қалың етпей, орташа етіп жайып аламыз. Дайын болған қамырымызды өз қалауыңызға қарай домалақ, қаласаңыз төрт бұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Мен домалақ пішін жасадым стаканның көмегімен. Артық қамырларын алып тастап, кесілген бауырсақтарымыздың бетін жауып, тағы да 15-20 минутқа қойып қоямыз, қайта көтерілуі үшін. Сонда бауырсақтарымыз өте әдемі болып шығатын болады. Мінекей осылай қойып, пергамент қағазына, не болмаса газетке қойсаңыздар да болады. Бетін жауып қоямыз. Біздің 15-20 минут уақытымыз өтті, бауырсақтарымыз өте әдемі көтерілді. Бұл уақытта майымыз қызып тұруы қажет. Бауырсақ пісіріп жатқан кезде отымызды орташа етіп қоямыз. Бауырсағымызды пісіріп аламыз. Біздің бауырсағымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы видео рецептер болады.